Жылда мәлімдеме тарады, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 7664 теңге. Түркістанда көпбалалы аналарға бір реттік көмек беріледі. Түркістан облысында халықаралық әйелдер күніне орай көпбалалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсетіледі. Қазір облыста 18 жасқа дейінгі 4 және одан да көп баласы бар 117.927 ана, 2175 батыр ана, 18.570 алтын алқа, 43.413 күміс алқа егері және бір екінші дәрежелі анадан орденмен марапатталған 3264 ана бар. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды қолдау мақсатында мереке қарсаңында алтын алқа, күміс алқа иелеріне, ардақты ана атағын алғандарға және бірінші екінші дәрежелі анадан орденмен марапатталған көпбалалыларға қаржылай көмек қарастырылған. Аудандық және қалалық бюджет есебінен 63 мыңнан астам адамға жалпы 484,8 миллион теңге бөлінеді. Орташа есеппен әр анаға 7864 теңгеден беріледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.